Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ерекше қуырдақ рецептісімен бөлісемін. Керек заттар: 1 пияз, 1 сәбіз, 1 болгар бұрышы және 3-4 дана сарымсақ. 16-20 дана картоп, немесе өз қалауыңыз бойынша алсаңыз болады. 1 килограмдай ет қажет. Етімізді алдын ала 1 сағатқа маринадтап қоямыз. Ол үшін етке паприка, бұрыш, тұзды өз қалауыңыз бойынша салып, оның үстіне 50 мл сұйық май қосып, және 1 пиязды турап салып, бәрін жақсылап араластырып, 1 сағатқа қойып қоясыз. Картопқа да тұз бен бұрыш салып араластырамыз. Мен осылай қазанның астынан от жағып, картоп пен етті қуырып аламын. Ал сізде ондай мүмкіндік болмаса, плитаға пісіре берсеңіз болады. Қызып тұрған қазанға май құямыз. Менде шамамен 200 мл өсімдік майы. Майды жақсылап қыздырамыз. Мінекей май қызды, енді картопты салып, қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей картоптарды осылай қып-қызыл қылып қуырып алдық. Енді етті де біртіндеп салып, қызартып қуырып аламыз. Мінекей осылай етті де, картопты да қызартып қуырып алдық. Енді бос қазанға етті саламыз. Оның үстінен туралған пиязды осылай сеуіп шығамыз. Одан кейін сәбізді, сарымсақты және болгар бұрышын осылай қойып шығамыз. Одан кейін картоптарды осылай тізіп шығамыз. Үстінен 100 мл су құямыз. Өз қалауыңыз бойынша тұз себесіз. Одан кейін бетін фольгамен жауып, оның үстінен крышканы жабамыз. Ең төмен отта 1-1,5 сағат пісіреміз. Мінекей арадан 1,5 сағат өтті, қуырдағымыз дайын болды. Ал енді сіздермен бірге көрейік. Міне картоптарымыз осылай жұп-жұмсақ болып, езілмей шықты. Қуырдақтың иісі деген ерекше, айтып жеткізе алмаймын. Мінекей осындай қуырдақ дайын болды. Иісі деген аңқып тұр, дәмін айтып сөзбен жеткізе алмаймын. Егер видео ұнаса, лайк қойып, коммент қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.